күнделікті өмірде қолданатын үйде жұмыста маңызды құрылғы принтер. Бүгін біз оның ішіндегі пленкасын және қалай тазарту керегін көрсетеміз. Бірінші мына арт жағынан ашамыз. Арт жағында екі шуруп болады. Бұрып аламыз шурупты. Бұл жұмысты бастамас бұрын ең әуелі сыртқы қорабын ашып аламыз. Мына атып аламыз. Мына атамыз. Бізге асылмауы. Алынды. Енді мына 2 волт тақтамыз. Егер қағазыңызда сызық пайда болса, немесе қағазыңызды шайнайтын болса, мына термопленканың әсерінен болады, жыртылған кейін әсерінен болады. Сол үшін уақытында термопленканы ауыстыру қажет. Қара жағы мына жаққа тұру керек. Чтобы мұны айналған кезде айналдыратынымыз. Енді қайтадан салдық, енді орнына қайтадан жинаймыз орнына. Қалай шаштық, солай кейін қарай жинаймыз. Болды, печканы ауыстырдық. Енді мына печканы орнына саламыз, принтер. Шыққан қағаздар лас болмау үшін осының ішін сүртіп, тазалап, пылесос ұстап, мына печканы пылесос ұстап, мына жағын пылесос ұстап, кейін қарай қайтып жинаймыз. Кейде мысалы қағаздың бірге жаңағы не тұрып қалады, жаңағы ручканың крышкалары бұл бізге тұрып қалады, тоже не болады, принтерға жаңағы сүйеуіне істен шығарады тоже. Осындай жағдайды болдырмау үшін қағазды салардың алдына жаңағы баппен салу қажет. Принтерді реттілегенмен жинаудан басқа оның ішіне ата заттың түсіп кетпеуін қадағалау қажет. Біз жинап болдық, енді картрижін салдық, қазір жауып тексереміз. Бұны жаппас бұрын бірінші тексеріп аламыз, чтобы істеу үшін, білу үшін. Мына отчеты шықты, тап-таза шатып тұр. Енді жаба беруімізге болады жағын. Осымен біздің принтеріміз дайын. Дегендей қағазымызды ақаусыз шығарып тұр.